келгелі. Тыңдашы, мен саған бірден айтайын. Мәселенің бәрі сен сосын не қыларымыз бар болғыр. Мына газеттерді таң атпай қалай болса солай шашып құдай үшін мұнда қоймаңдаршы. Не болды? Саналарыңды сансырататында ештеңе айтқам жоқ қой. Не күндемей қалдыңдар? Қызау Байрам, мына халің не? Не болды? Мына түрің не? Түріме не бопты? Әке, бұл не? Не болды? Мәссаған Байрам мырза, сен екпе алмап не? Екпе ме? Алған жоқ мына. Спутник. Сен екпе алмап едің? Екпе ме? Екпесі бар жаным. Кезінде бәрімізге екпе егілген. Ай, сен сол күні қорқып қашып кеткенсің. Саған салынған жоқ. Жел шешек болған ба? Бәсе таңертеңнен бері неге тұртырғасына берем деп қоям? Ай, Қасыма, тиме. Тез төсегіңе бар. Не? Төсегіңе барып жат. Жел шешек болдың ба? Солай дейді. Мейманның өзі болған жоқ. Қалай жұқтырып алдың? Масқара ғой. Қайдағы масқара? Жел шешектің масқарасы бола ма? Тез дәрігерді шақырыңдар. Маған дәрігер керек емес, керек емес. Осы жасқа келгенде біреудің алдында масқара болғым келмейді. Не ғой, жеренген не істеңдер, маған да соны істеңдер. То есть, не істесеңдер, иә. Не ғой, жеренген не істесеңдер, маған да соны істеңдер. Болды. Дереу жатсын, қолғап кексей. Қайдағы қолғап? Иә, қолғап. Қайсы, тез қолғаптарды тауып әкел. Азар. Қайдағы қолғап, оны не істейсіңдер? Қолыңа киіп аласың. Қызым, арқамды қасшы. Арқамды қасып берші. Міне, мына жерім. Қасып берші. Қасым дейм. Ай. Іске сәт. Рахмет. Махир. Екеуінің дауысын ауыстырып алғаным қалай кетті? Қайттан берші. Неден мына екеуі сөйлесе береді деймін. Іске сәт. Рахмет. Махир. Тағы да ма? Олай демеш, жаңа рецепт үйрендім, дәмін татып көрші. Сен мұның бәрін маған жегізіп жатырсың. Ақырын мені улағалы жүрсің бе? Я, ойыма келмепті. Сен өз қалай сөйлейсің? Қане, мұнан іш. Үрлі. Я. Қалай? Жеркеншті, бұл не өзі? Ас үйден не тапсаң соның бәрі? Ақмарал, уборка жасап жатсың ба? Давай, ас үйден бері сал. Ас үйден не тапсаң соның бәрін қоса бересің бе? Жерге беруші болма. Нені дұрыс істемедім екен? Не істеп қойдым? Қайтан берсаш? Нені дұрыс істемедім? Ассалаумағалейкум. Нені жүр, осының алдында. Ұқтың ба? Нені дұрыс істемедім екен? Менің аузым дәм сезбейді. Жоқ, яғни басында миллион ой, сан сапала ғой. Айтқаным айтқан. Дауыл болады. Түсінесің бе, Кая? Қайдағы дауыл, достым, ауа райы тамаша ғой. Мен оны айтып отырған жоқпын. Яғни маған бір сұмдық болатын сияқты сезіледі. Түсінесің бе? Ал ендеше. Міне. Саған тамаша ауа райы, міне. Я, Басеке. Басеке, мен саған ашығын айтайын. Мұны әлі Филизге айтқан жоқпыз. Бірақ жағдай мәз емес. Яғни, мүгедек боп қалады. Сондай бір болжам бар. Дәрігерлерде әу баста жазылып кетеді деген. Енді бұлай дейді. Жолыңға бір зақым келіпті, өте қауіпті. Физиотерапиямен ақырын өз-өзіне келеді дейді. Бірақ енді жағдай мәз емес, Басеке. Түсінесің бе? Басеке, өте өкінішті. Басеке, естіп тұрсың ба? Менімен бірге барасың ба? Филизді басып өтемін. Жоқ, Басеке, жоқ. Ана Нұргүл сендерге қатты ашулы. Сен қазір ол жаққа баратын болсаң, өзіңе тап береді. Саған баруға болмайды. Филиз онсыз да дәрі ішіп жүр. Көп ұйықтайды. Оны көре алмайсың. Есік алдында күзет қаптап жүр. Бәрібір сені ішке кіргізбейді. Жә, мен кірем. Хәлін көрем. Саған сол жерден хабарласам, жарай ма? Басеке, мен де қиналып тұрмын. Білем, сен де жабырқап тұрсың. Бірақ, Басеке,
Сен бұлай болғанын қаламадың ғой. Басеке? Ай, Басеке, ай. Менің кесірімнен. Бәрі менің кесірімнен. Жан, Тарсылдатпай адам құсап істесең шой Аллай. Мен не істеуім керек? Бұл концепция үшін бе? Концепцияңды қоя тұршы, әкел бер. Қош келдіңіздер. Мәссаған, ағасы не істеп жатырсыңдар? Ана, әліп жатырмын. Бұл жер сатылмайды ғой. Иесі сен демедіңдер? Жоға, біз емеспіз. Хүлия Жауһар, Байрам Жауһардың кіші келіні. Да. Ассалаумағалейкум. Иә, сол ғой. Мұны әлден маған Хүлия Жауһар айтты. Мәссаған, жоға, Хүлия бізге олай істемейді. Мүмкін емес. Ағасы біз делді алмыз. Мүлік иесімен өздерін сөйлесіп анағын біліңдер. Ал жақсы іске. Ал жақсы сау болыңдар. Сәтті болса басыңа келсін, жігітім. Ана Хүлияны оңдырмай. Оңбаған еме. Да. Ағасы біз делді алмыз. Мүлік иесімен өздерін сөйлесіп анағын біліңдер. Ал жақсы іске. Мынау не дейді? Ана Хүлияны оңдырмай. Оңбаған еме. болды жаным. Ештеңе болған жоқ бұда. Жарайды. Ақыры тілегенің соғысы кен. Тыңдап отырмын, Мелек. Хүсейн, тезден қалаға келе аласың ба? Мұнда сен көруге тиіс бір нәрсе бар. Кеңсең енді ғана келдім. Қазір ғана жұмыс үстеліне отырдым. Қол тимей жатыр. Мен саған кешке қарай барам. Келші деймін. Шұғыл болмаса сенің мазаңды алмас едім. Елдің бәрі есінен ауысқан екен. Ал мен қашан есімнен адасар екем. Қош келдіңіз. Рахмет, Кая. Мына жаққа отырыңыздар. Мелек, менше бар ғой, яғни алдымен Хүлиямен сөйлессін қайтет. Қайдан білейін, мүмкін райынан қайтар. Болмаса, маған мұрсат бер, мен сөйлесейін. Ол Кая ағасының көңілін қайтармайды, мен ылғи далада қалудан құтқарып ауруханаға жатқызатын. Жоқ. Сен ештеңені уайымдама, Кая. Мен бұл шаруаны бір жайлы етем. Сен қонақтарға қара. Жарайды онда. Бір салат, бір котлет. Жақсы. Басқа? Сосын апельсин шырыны мен таңғы ас мәзір керек. Жарайды. Сосын апельсин шырыны мен таңғы ас мәзір керек. Жарайды. Сен келдің бе? Қалай зейнеп? Жерем қалай болды? Тыныш. Енді ғана ұйықтады. Ақырында бүртпе пайда болды. Түні бойы мазасызданып шықты. Ай, жаным сол. Баланың да күйі қаштау. Негізі мен кешегі жағдайдан кейін сені уайымдадым. Жағдайың қалай? Қалай дерін бар ма? Бәрі белгілі ғой. Ай, Хүлия, әбден қажыдым. Яғни,
Не болса да мені ештеңе қызықтырмайды. Бейнетті көре көре бәрінен түңілдім. Бәрі жақсы болады, уайымдама. Ештеңе де жақсы болмайды. Түс көрме Хулия. Хусейн туралы әңгімені доғару керек. Басым қатып кеткені сондай. Bir жағынан Хусейн маған күштеумен оралмай қойсын деймін. Бірақ 10 минуттан кейін ойым өзгереді де, екеуін де лашыққа қамап сыртынан от қойғым келеді. Сені жақсы түсінемін. Бұл шаруаны мен реттеймін, Демеу жан. Осыдан қара да тұр. Сен еще раз сөзіңді сөйлеші. Сөзіңді сөйлеші. Менің жағдайым сенікінен де қиын. Менің жағдайым сенікінен де қиын.